Бүгін сабағымыз 60-шы сабақ, өзің тексер дейді. Бірінші атау тиісті тыныс белгілерін қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Бұл мен су дейді. Балалар қараңыздар. Бу шыға ма судан, су шыға ма будан? Кім айтады? Кәне, қайсы бұрын туған? Балалар қараңыздар. Бу шыға ма судан? Тегіне сұрақ белгісін қоямыз. Су шыға ма будан? Сұрақ белгісін қоямыз. Кім айтады? Кәне, қайсы бұрын туған? Иә, точка қоямыз. Екеуіне сұрақ белгісін қояды екенбіз, сұрақ қойылып тұр екен. Екінші аттау, балалар енді екінші аттауды жазатын боламыз. Қараңыздар, екінші аттау сөйлемдерді сөйлем түрлерін атаумен сәйкестендіреді. Бұл жерде хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем тұр екен. Жапырақ неге сарғаяды? Өркенің өссін, қарағым. Түлкінің күшігі не дейді? Бүгін жаңбыр жауды. Алматы қандай әдемі қала? Керіктің мойны ұзын дейді. Бұл жерде балалар қараңыздар, мына жерде. Бүгін жаңбыр жауды. Керіктің мойны ұзын. Бұл жерде хабарлы сөйлем болып тұр, екеуі. Ал енді жапырақ неге сарғаяды? Сұраулы сөйлем. Түлкінің күшігі не дейді? Сұраулы сөйлем. Өркенің өссін, қарағым. Лепті сөйлем. Алматы қандай әдемі қала? Бұл жерде лепті сөйлем екен, иә? Үстіп бөліп жазады екенсіздер. Енді балалар үшінші аттау. Міне, көмкен орнына сын сипатын білдіретін сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Көрікті Алатау аясындағы мемлекеттік қорықта түрлі хайуанаттар тіршілік етеді. Солардың бірі марал дейді. Маралдың түсі. Балалар қараңыздар, міне. Міне қараңыз, маралдың түсі қоңыр, дене бітімі ірі деп жазасыздар. Маралдың түсі қоңыр, дене бітімі ірі деп жазасыздар. Міне. Есіп жазасыздар, маралдың түсі қоңыр, дене бітімі ірі. Енді ары қарай қараңыздар. Маралдың түсі қоңыр, дене бітімі ірі, мүйізі үлкен деп жазасыздар, иә? Маралдың мүйізінің әртүрлі дәрі-дәрмек жасалады. Марал пайдалы жануар. Марал пайдалы жануар. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді байланысын сызбамен көрсетті. Балалар, марал пайдалы жануар. Марал пайдалы жануар. Марал қандай жануар? Пайдалы жануар. Екеуі байланыстырамыз. Қандай? Пайдалы жануар, иә? Өйстіп бір-бірімен байланыстырады екен. Марал қандай? Пайдалы. Қандай жануар? Пайдалы жануар. Енді балалар, мына жерде мәтін түрлеріне сәйкес сызбаны көмегімен әр бөлікке сұрақ қой дейді. Марал қайда тіршілік етеді? Міне балалар, сұрақты жалғастырамыз, қараңыздар. Марал қайда тіршілік етеді? Маралдың түсі қандай? Марал неліктен пайдалы жануар? Өйстіп сұрақ қоясыздар, міне. Марал қайда тіршілік етеді? Маралдың түсі қандай? Марал неліктен пайдалы жануар? Бұл үшінші аттаудың жалғасы. Енді балалар, мына жерде төртінші аттау, мәтінді мұқият тыңда дейді. Кемел тыным таппай есік алдына сырғанақ жасады. Оған шелекпен тасып су құйды. Ертеңіне тура сала сырғанаққа қарай жүгірді. Міне қызық, көршінің балалары сырғанақта асыр салып ойнап жүр. Кемелдің іші күйіп, бәрінде кетіңдер, бұл менің сырғанағым, деп төпешіктің қасына келіп, бар даусымен айқай салды. Ойнап жүрген балалар состиып тұра қалған. Кәнеки кетіңдер, деді ол тіпті қаһарланып. Сырғанағыңды аяйсың ба? Кеше айтсан көмектесер едік, деді балаларын жан-жақтан шулап. Кемел балалардың жалынғанына қарамай оларды қуа бастады. Балалар үйлеріне тарап кетті. Кемел сырғанақ тебуге емін-еркін кірісті. Алғашында қызық сияқты еді, бірте-бірте жалға бастады. Біраздан кейін жалғыз ойнауға мүлдем зауқы соқпады. Сөйтіп үйіне көңілсіз оралды дейді. Балалар, бұл жерде сұрақтарға жауап бер дейді. Кемел іс-әрекет қалай қарайсың дейді. Ол қасында балалардың сырғанақ теуіп жүргендерді қуып жіберген дұрыс болмады. Мәтін мазмұны бойынша қандай ой түйіндің дейді.
Балалар бір жерде жалғыздың жаны шықпас дейді. Жалғыз ешқашан ойнамау керек, иә. Мысалы, қанша сен керемет ойыншық алсаң да, оны досыңмен бөлісу керек. Немесе қолында бір түйір шоколад болса да, оны бөлісу керек, иә. Өзгемен жеген тәттірек болады екен, иә. Сол сияқты өзгемен ойнасаң, бұл жерде қызығырақ болатын еді. Енді балалар мына жерде берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып мәтін мазмұнын жаз дейді. Жоспар дейді: Кемелдің сырғанағы, күтпеген оқиға, Кемелдің әрекеті, көңілсіз ойын дейді. Кемел сырғанақ жасау, көрші балалар асыр салып ойнау, ашулану, жалыну, көңілсіз оралу дейді. Кемел тыным таппай еңбектеніп сырғанақ жасады. Ертесі күні таңертең сырғанаққа барса, көрші балалар асыр салып ойнап жүр екен дейді. Сырғанақта ойнап жүрген балаларды көрген Кемел оларға қатты ашуланды, ал көрші балалар бірге ойнауын жалынып өтінді. Кемел тыңдамай оларды қуып жіберді. Үлкен сырғанақты ойнау алғашында қызық болғанымен, бірте келе жалғыз өзі жалығып үйіне көңілсіз оралды дейді. Балалар, осы өзіміз қысқартып алдық. Мына жердегі сөздерді мына сөздердегі пайдаланып алдық. Мына Кемел сырғанақ жасау, көрші балалар асыр салып ойнау, ашулану, жалыну, көңілсіз оралу. Осылардан мазмұн жаздық, мәтін мазмұн жаздық. Міне балалар, сіздер Кемелдің орнына болса не істер едіңіздер? Әрине, досыңмен ойна қызығырақ екен, иә. Сол үшін дос көпті жау алмайды дейді. Сол үшін достарыңыз көп болсын. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі уақыт кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, иә.